Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге атақты түрік семитінің жасалу әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге 400 грамм ұн қажет болады. Жылы суымызға қант салып, ашытқымызды салып дайындап аламыз. Көз мөлшеріне қарай тұз саламыз және 50 грамм сұйық май құямыз. Жылы су құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз эластичный болып шығуға тиіс. Қамырымызды ашытуға жібереміз. Осы аралықта күнжітімізді табаға қуырып алатын боламыз. Қуырылғаннан кейін табадан шығарып қойыңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Енді дайын қамырымыз ашыды. Дайын қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген қамырларымызды дөңгелек пішіндерге келтіріп дайындап аламыз. Міне осылай қолымызбен барынша бір келкі етіп, жіңішке етіп, пішінге келтіріп алатын боламыз. Осы қамырды екі жағын қосып, осылай өрім жасайтын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да екінші қамырды көрсетіп кеттім. Енді барлығын дайындағаннан кейін салқын суға қамырларымызды осылай батырып аламыз. Осы кезде формасы бұзылып кетпес үшін қолдарыңызбен дұрыстап жіберіңіздер. Енді үстіне күнжіт салып шығамыз. Менде күнжіт кішкене аздау болып қалды. Көбірек күнжіт салсаңыздар болады. Енді 180 градуста 30-40 минут шамасында қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Міне бізде дайын, өте қытырлақ әрі жұмсақ болып шығады. Қуырылған күнжітпенен өте сондай иісі керемет болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма жазыла жүріңіздер. Рахмет.